Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен асқабақ дәнінің адам ағзасына, денсаулығына тигізетін емдік пайдасы жайлы сөз етпекпін. Каналымызды қолдау мақсатында лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тек тамақ ретінде ғана емес, шикілей шығарылып аш қарынға ішілген шырыны бауырдың май басуын емдеп, салмақ тастауға көмектеседі. Себебі асқабақ жасуыныққа бай болып келеді. Әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасуыныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылуға пайдасын береді. Иммунитетті көтеріп, ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырады. Асқабақтың өзімен бірге дәні де көптеген ауруларға, асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын, ер кісілерде кездесетін простатитті, адам ағзасындағы түрлі құрттардың көзін жоюға қолданылады. Одан да басқа мың түрлі дертке шипа болып келеді. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруларының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Асқабақ тұқымында эфир майы іздері, фитостеролдар, ақуыз, қант, салицил қышқылы, шайырлар, кукурбитацин, эдестин, фитин ферменттер анықталған. Тұқымдарының құрамында антигельминтикалық зат бар. Гетерозит, пеперозин. Осынау дақыл дәндерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал дәнектердің құрамындағы фитостеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және тромбтардың адам ағзасында түзілуін болдырмайды. Сонымен қатар асқабақ дәнінің құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында анемия мен атеросклероз ауруын туындаудың алдын алады. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин заты ерлердегі тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Соның әсерінен ер кісілерде 40-тан асқандарда жиі кездесетін ауру простатитті емдеуге болады. Бірақ қазіргі таңда дәрігерлер простатит ауруының жасарғанын да атап өтті. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотиннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына, қуаныш гормоны бөлінгендіктен көңіл күйдің көтеріліп жүруіне септігін тигізеді. Дәнек құрамындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды да басатын қасиетке ие. Сонымен қатар цинк шаштарды қатайтып, түсуін тоқтатып, қуаттандырады. Дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсенді етіп, босата алады. Дәрігерлер іш қату қиындықтарына тап болғандықтан күнделікті тағамға асқабақ дәндерін қосуға кеңес береді. Асқабақ дәндері жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнуларына жақсы көмектеседі. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, асқабақ дәнін тастамай үйіңізде алып қалыңыз. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп,
түз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұздардың барлығын денеден шығаруға көмектеседі. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттерден сақтап қалады. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен танысып өттік. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді қолдануды доғарып, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын және иммунитетті көтеріп, шлактардан арылтатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартып, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Қант диабетінің алдын алғыңыз келсе, немесе қант диабетін емдеуге күш салып жүрсеңіз, дәл осы дәнді пайдаланғаныңыз дұрыс. Қосымша сикори шөбін постоянно шай ретінде қолданып жүрсеңіз де болады. Дәрігерлер осы дәнді асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырышының қышқылдығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерін қолданбауға кеңес береді. Сіздерге бүгінгі берген кеңесіміз пайдалы болған болса, кәдеңізге жарасын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер.